уақыт әлдеқайда қатал. Ақш әскері Тасманияның шығыс жағалауында тәтті естелікте біз Ава мен Митчтің үйлену тойында бақытты болғанын көреміз. Дегенмен, қазіргі уақыт әлдеқайда қатал. Ақш әскері Тасманияның шығыс жағалауында Хобарт қаласын қиратып, 500 адамның өмірін қиған эксперименттік қаруды кездейсоқ іске қосып, жүйке жүйесінің істен шығуына себеп болды. Ақш үкіметі қазір бұның Австралияның премьер-министрінің қысымына ұшырап, Вашингтонда наразылық білдіріп, үкіметтен президентті жауапқа тартуды талап етуде. Журналистер апат болған жерлерге барғысы келеді, бірақ оларға рұқсат етілмейді және олардың себебін түсіндірмейді. Оқиға болған кезде Митч Хобартта іссапарда болған, ал Ава оған хабарласқысы келді, бірақ ол жауап бермеді. Ол қазір Австралияға әскери тазарту операциясына ерікті ретінде ұшып барады. Бұл процесте Митчті таба алады деп үміттенеді. Ұшақтағы басқа адамдар да еріктілер, ал қарт ханым да жақындарын тірі табуға үміттенеді. Әуежайда еріктілер телефондарын қорапта қалдыруға мәжбүр болады, және олар үйге келгенде ғана телефондарын қайтарып алады. Қабылдау бөлмесінде Ава елдің оңтүстігіндегі мәйіттерді іздеу тобына қосылғысы келетінін айтты. Алайда полиция қызметкері әзірге ешкім оңтүстікке бармайтынын түсіндіреді. Өйткені қала әлі өртеніп жатыр. Сондықтан әзірге Ава басқа аудандарда жұмыс істеп күту керек. Ава жылай бастағанда офицер көңілі айтып, оны 209 бөлімге жібереді. Ава өзінің физиотерапевт екенін айтады және ол күтіп тұрған кезде басқа істерге көмектесуді ұсынады. Бірақ офицер Аваға апаттан зардап шеккендерді анықтау үшін босату берілгенін түсіндіреді. Сондықтан ол осы бөлімшемен жұмыс істеу керек, немесе үйге қайт. Содан кейін капитан еріктілерге қауесеттің рас екенін айтады. Өлген адамдардың кейбірі зомби болып қайта тіріледі. Егер бейбіт тұрғындардың бірі зомбиге тап болса, олар сарбаздарға бұл туралы қамқорлық жасауды ескерту керек. Ава Митчпен өмірі туралы ойлайды және оның жағдайы жақсы деп үміттенеді. Осыдан кейін Аваның бір тобы автобусқа отырады. Ал сапар барысында бір адам қанша өлген адамның қайта тірілгенін сұрайды. Солдат оған алауды сұраққа жауап бермей, ақ тауып алған жағдайда ғана қолдануын айтады. Автобус қираған қалаға жақындағанда барлық жерде түтін көрінеді. Еріктілер мәйіттерді абыроймен жерлеу үшін іздеуге шықты. Ава және тағы бір әйел қараусыз қалған үйге кіріп, Ава бақшадан мәйіттерді тапқанша әр бөлмені тінтеді. Олар сарбаздардың жеке басын анықтау үшін, суретке түсіру үшін оларды алдыңғы аулаға апарады. Оларды жүк көлігі алып кетеді. Аваның командаласы бұл көріністен шошып, үйіне қыздарына бару керек екенін айтып, жұмыстан кетуге бел буады. Көрші үйден екі ер адам шығып жатыр. Олардың біреуі ауырып жатыр, ал Клей тыныш темекі шегіп жатыр. Жүрегі айнып тұрған адам да кетіп қалады. Ал Клей Эвамен бір-біріне қарайды. Сондықтан олар бірігуге келіседі. Клей басқа үйдің есігін бұзып кіріп, екеуі диванда өлі қарияны тауып алады. Тостағанның ішінде өлі балықтар да бар. Үйдің иесі қорқынышты, ал Ава Клейдің неге бетперде кимейтініне таңғалады. Бірақ ол жай ғана әзілмен жауап береді. Бұл ерлі зайыптылар үйден үйге қарай жүре береді. Денелерін жинап, тым үлкен болған кезде оларды тасымалдау үшін бірге жұмыс істейді. Үйлердің бірінде Ава үйлену тойының суретін көріп, оны өзінің үйлену тойы туралы ойлануға мәжбүр етеді. Түскі ас уақыты келгенде барлық еріктілер бірге тамақтанып, жағдайды талқылайды. Бір әйел әскерилер зомбилерді ұстап алып, оларды өлтірмей зерттеу керек деп санайды. Жолда келе жатып, қарт әйел ұлын жүк көлігінен тауып алып, оянуын өтініп жылайды, бірақ денесі қозғалмайды. Дүкенде Ава сәбидің бесігін тауып алып, соңғы рет жүктілік сынағын қашан тапсырғанын есіне алады. Бұл барлық бұрынғы әрекеттер сияқты теріс болды. Бірақ Митч оны тыныштандырып, бұл ертеме, кеш пе болатынын айтты. Осы кезде Ава айғайлаған дауысты естіп, артына бұрылғанда көмек сұрап жатқан алауы бар әйелді көрді. Сарбаздар ғимаратқа басып кіріп, зомбилерді өлтіру үшін оқ жаудырды. Көрші үйде Ава мен Клей гараждан өте әдемі көлік тауып алады. Ава едендегі бірнеше қан дақтарын байқап, жиһаздың артында жасырынған зомбиді тапқанша олардың үстімен жүреді. Ол гараж есігін ашып, алауды жаққан Клейге дереу ескертеді. Ава тек артқа қарап тұрған зомбиге көзін жұма алмайды. Ол зомбилерді ату үшін солдаттар кірген кезде ғимараттан кетуге мәжбүр. Күннің соңында діни қызметкерлер мәйіттерді жердегі шұңқырларға тастамас бұрын өлгендер үшін дұға етеді. Содан кейін жүк көліктері оларды бет әлпетсіз көму үшін жерге лақтырады. Ава бұл суық көрініске алаңдап серуендеуге шығады. Ол алыстан жағалауды көргенде Митч пен жағажайда демалғанын есіне алады. Түнде тікұшақтар қаланы өз шамдарымен жарықтандырады. Өз бөлмесінде Ава картаны жасырын түрде тексеріп, оңтүстік курортқа баратын ең қысқа жолды сызады. Қашықтықтың қаншалықты алыс екенін көріп, Ава ант береді. Бірақ бәрібір өз миссиясын жалғастырғысы келеді. Ол заттарын алып, баспалдақпен төмен түседі. Әрқашан жүгіріп жүрген адамдардан аулақ болуға тырысады. Асханада музыка мен ән естіледі, бірақ Ава бұған мән бермей, ас үйге кіреді. Ол жерден тікелей шығуға апаратын есікті табады. Алайда, ол кетейін деп жатқанда, офицер оны парамен ұстап алып, американдықтардың оларға қосылуына жол бермеу керек деп ішке қайта жібереді. Содан кейін Ава асханаға барады. Онда аман қалғандар өз жұмыстарының қасіретінен құтылу үшін кеш ұйымдастырады. Клей оған сусын береді, ал Ава күйеуінің басынан кешкен жағдайды айтып береді. Ол сондай ақ олар бұрын көрген зомбилердің мүлдем жоғалып кетпегенін айтады. Оның ойынша, ол адасып, қорқып кеткен сияқты. Клей бұған сенбейді. Бұл Аваның өзін жайсыз сезінуіне және кештен кетуіне себеп болды. Кейінірек Ава мен Клей басқа үйді тінтеді. Кенеттен зомбилер шығып, оларға шабуыл жасайтын үй. Осы кезде Ава өз бөлмесінде оянады. Ол терезеге қараса, қаланы әлі де қоршап тұрған түтінді көреді. Таңертең ерте еріктілер көшеге қайта шығады. Ал Клей мен Ава гараждан бірнеше велосипед тауып алады. Клей олардың біріне секіріп түсіп, Ава іздеуді жалғастырып жатқанда, оны үйде қалдыруға рұқсат етіле ме деп сұрайды. Көрші бөлмеде ол әлдебір компания қалдырған ондаған мәйіттерді тауып алады. Үстелде алкоголь мен заңсыз заттар бар. Сондықтан Клей бақыт ұнтағын ішіп, бала кезінен велосипедпен жүргенін айтады. Ава оған картаны көрсетіп, ең қауіпті аймақтардан аулақ болу үшін оны оңтүстікке велосипедпен апара алатынын сұрайды. Клей оны табандылығы үшін мазақ етіп, мінуге келіседі. Клей дулығаларын іздеп бара жатқанда, Ава шуды естіп, артына бұрылғанда, тістерін қысып, оғаш дыбыстар шығаратын зомбиді көреді. Ава онымен байланысуға тырысады, бірақ Клей қайтып келіп, оған алыстап кетуін айтады. Осыдан кейін ерлі зайыптылар ғимараттан велосипедпен шығып,
ашық қақпа арқылы қаладан жасырын шығады. Олар жол бойымен жүгіреді де жеткілікті алысқа кеткен бойда велосипедке мініп кетіп қалады. Клейдің қатты қуанғаны сонша, ол бар жылдамдықпен жарысып, жолдағы барлық қараусыз қалған көліктерді айналып өтеді. Бірнеше сағаттан кейін бұл жұп жақындап келе жатқан әскери көліктерді байқап қалады. Сондықтан олар көліктің артына тығылуға асығады. Осы кезде Ава жолдың ортасында зомбилерді көреді. Бірақ ол қозғала бастағанда сарбаздар оны қағып кетеді. Ава құлаған денеге қарап, оны Митч деп ойлаудан арыла алмайды. Сарбаздар кеткеннен кейін бұл жұп саяхатын жалғастырады. Олар нөлдік белгіге жақындаған сайын аспанда түтін мен күл соғұрлым көп болады. Айналадағылардың бәрі қирап жатқанын айтпағанда, ақырында олар азық-түлік алу үшін қалаға тоқтайды және түтіннен жөтелуді тоқтата алмайды. Олар одан да көп зомбилерді кездестіргенде, олар кету үшін мотоциклге қарай жүгіреді. Келесі қалада олар мейрамхананың жанына тоқтайды да мәйіттерді илемей жан-жағына қарайды. Ас үйде олар ағын су ішіп ыдыс жуады. Клейдің бұлшық еттері ұзақ жүргеннен кейін ауырады. Сондықтан Ава оған массаж жасайды. Ол 6 жылдан бері физиотерапевт болып жұмыс істейтінін және жақында өзінің жеке клиникасын ашқанын айтты. Митч жаңартылатын энергия саласында жұмыс істеді және Австралияға компания өкілдерімен кездесуге келді. Клей өзінің Мельбурнде шағын бизнесі бар құрылысшы екенін айтады. Ава оның татуировкасына қарап, біреуді жоғалтып алдым ба деп ойлайды, бірақ ол жауап бермейді. Кенет олардың артында зомби пайда болып, жиһазды қирата бастайды. Клей оны орындықпен ұруға дайындалып жатыр. Бірақ сол кезде солдат Райли зомбилерді құлатып алады. Ол зомбилер неғұрлым ұзақ қозғалса, соғұрлым олар қозып кететінін түсіндіреді. Жаратылыс әлі де қозғалады. Сондықтан Райли оны мәңгілікке өлтіру үшін оны пышақтап тастайды. Осыдан кейін Райли дуэттен неліктен тыйым салынған аймақта екенін сұрайды. Ал Ава оған бәрін айтып береді. Райли олардан жауап алғысы келеді. Ал Клей бірінші болып барады. Сондықтан Райли Аваны күтіп тұрған кезде оны бөлмеге қамап қояды. Ер адамдар кеткен соң Ава жылап, күйеуінің көңілін қалдырғаны үшін кешірім сұрайды. Ол Митчтің жұмыстан кейін үйге келіп, сөйлесуін өтінген күнін есіне алды. Бірнеше сағаттан кейін Райли есікті ашып, Аваға Клейдің дәретханаға бару керек сияқты кейіп танытып қашып кеткенін айтады. Райли оны табуға тырысты, бірақ нәтиже болмады. Ол татуласу қажеттілігін түсінетінін айтады. Сондықтан оны оңтүстікке апаруды ұсынады. Бірақ ол қашуға тырыспаймын деп уәде беру керек. Ава солай істейді. Ал Райли кетер алдында бірнеше нәрсені алу керек екенін айтады. Олар сыртқа шығып бара жатқанда Ава Райлидің неке сақинасын байқады. Бұл жұп Райлидің жүк көлігімен кетіп бара жатыр. Ал түнге қарай олар Блюберд деп аталатын бенд қонақ үйіне жетеді. Райли осында қызмет еткен және оның ішінде тамақ бар екенін біледі. Ол кешкі ас дайындауды ұсынады. Ал Ава оның бірнеше нәрсені ғана түсіргісі келетінін айтқанын айтады. Бірақ Райли үзіліс жасау керек деп ойлайды. Кешкі ас кезінде Райли әкесі туралы айтады. Ол да әскери қызметте болған. Ава тамақ ішуден бас тартады және Райлидің Кэти есімді әйелмен түскен суреттерін тауып алады. Ол оның сол кезде 8 жаста болған әйелі екенін түсіндіреді. Оқиға болған кезде ол 7 айлық жүкті болған. Райли әскери істер бойынша жоқ жерде болған. Сондықтан бұл аймақтың радиоактивті емес екенін естіген бойда ол осында ұшқан алғашқы тікұшақтардың біріне отырды. Өкінішке орай, ол Кэти мен оның отбасын үстел басында өлі күйінде тапты. Ава Кэти қайтып келді ме деп сұрағанда, Райли жауап берудің орнына темекі шегеді. Сосын Ава олардың қашан кететінін ойлайды. Райли мұны жақын арада жасай аламыз деп уәде береді. Бірақ алдымен ол Авадан жақсылық сұрайды. Жатын бөлмеде Ава Кэтидің киімін ауыстырып, тіпті оның парфюмериясын киіп жүр. Бірақ бұл процесте неке сақинасын тағудан бас тартады. Тартпадан қайшыны тауып алып, жастығының астына тығып қояды. Ава дайын болған соң, бөлмеге азаматтық киім киген Райли кіреді. Ол құлаққаппен қандай да бір музыканы қосады және одан бірге билеу түрінде жақсылық алады. Райли Аваға құлаққаптарының бірін беріп, би кезінде оны құшақтап, Аваға Митчпен бірге болғандай кейіп танытуға мүмкіндік береді. Райли одан кешірім сұрап, оны жақсы көретінін айтып, оны Кэти деп атайды. Ол сәбиімен сөйлесу үшін тізе бүгіп, Аваға үйлену тойында дәл осылай жасаған Митч туралы еске салады. Сол кезде Райли Авада Кэтидің неке сақинасы жоқ екенін түсінеді. Ава өзінің жеке биі болғанын айтады. Бірақ Райли оның бәрін бүлдіргенін айтады және жаңадан бастау үшін сақиналарын ауыстыруды талап етеді. Ол оған жақындай бастағанда, Ава үрейленіп, қашып кетпес бұрын оны шаммен ұрады. Райли оның соңынан еруге тырысады. Сондықтан Ава өзін басқа бөлмеге қамап қояды. Есікті жиһазбен жауып тастағаннан кейін Ава бұрылып, төсекте Кэтидің жүкті денесін көргенде қатты қорқады. Райли оның жақын арада оянатынына сенеді. Өйткені ол зомбиге айналған өлген адамдар әлі аяқталмаған істері бар адамдар деп болжайды. Ол сондай-ақ ұлының тірі екенін айтады. Өйткені ол соққыға жығылғанын сезді. Райли есікті қатты қағып жатқанда, Ава терезені байқамай тұрып, осы суреттер мен шамдардың бәріне үрейлене қарады. Ол сыртқа шығып, шатырдан өтіп, содан кейін ағаштан түсті. Ол жүк көлігін жақын жерден тауып алды. Бірақ алдымен оның ішіндегі кілттерді алғысы келді. Ол есікті ашып, Райли баспалдақта пайда болған сәтте ішке кіреді. Сондықтан ол ештеңе алмай жүгіруге мәжбүр болады. Ава гаражда жасырынып жүр. Көп ұзамай Райли оны іздеп келеді. Ол фонармен бөлмені қарап шыққанда, ол шынжырға байланған зомбилер тобын байқайды. Тақтада әрбір зомби туралы жазбалар бар. Яғни Райли оларды зерттеп жатқан. Ол одан әрі гаражға кіруге батылы бармайды. Сондықтан ол Авадан кешірім сұрап, оны оңтүстікке апаруға уәде беріп, шығуын сұрай береді. Содан кейін Ава сақинасын шешіп, Кэти сияқты әрекет етіп, Райлимен сөйлесу үшін сүйкімді лақап роз қолданып, одан бейін аяқтауын өтінеді. Өте сақ, Райли оны гараждан шығару үшін артқа шегінеді. Ал Ава белбеуінде ілулі тұрған кілттерді байқайды. Ол онымен тәтті сөйлесуді жалғастырады. Ал ол оны құшақтау үшін жақындайды. Бірақ оны Ава деп атайды және оның бәрін білдіріп қойғанын айтады. Содан кейін Ава гараждан тапқан бұрағышын суырып алады да, оны өлтіру үшін Райлидің мойнына қадайды. Райли жерге еңкейіп жатқанда, Ава кілттерін алып, жүк көлігіне қарай жүгіреді. Ол жүк көлігінің фараларын қосқанда, үйдің сыртында ішін ұстап тұрған Кэтиді көргенде шошып кетеді. Ава оны елемей кетіп қалады. Сапар барысында ол Митчтің іс-сапарға кеткен күнін есіне алады. Ол жылады.
ол оның әуежайға келуін қаламады. Олардың некелері бұзылып жатқан сияқты. Таңертең Ава жүк көлігінде оянып, сақинасын қайта тағып алды. Ол сол жерде түнеді, өйткені жолды көптеген көліктер жауып тастады. Ол осы көліктерден түсіп қалған заттардан киім, кешек пен балта алып, жолын жаяу жалғастырды. Бірнеше сағаттан кейін Аваның артында зомби пайда болып, оның артынан қуды. Ол қашып кетпек болды, бірақ денесіне сүрініп, абайсызда балтасын тастап кетті. Содан кейін ол сынған терезеден автобусқа отырды, бірақ зомби оның соңынан ерді. Бұл жаратылыс оның аяғынан ұстап тұруға тырысады. Ал Ава оған қол жеткізе алатын барлық нәрсені лақтырып жібереді. Ақыры оны өрт сөндіргішпен бірнеше рет ұрып өлтіреді. Шарасыз айқайдан кейін Ава балтасын көтеріп жүре береді. Кешке қарай ол фургонды тауып алады да, ішіне қараса, бүкіл өлген отбасын тауып алады. Ол түнде фургонға отырар алдында мәйіттерді суырып алады. Ол аяғындағы калусқа күтім жасайды және картаға қарап, әлі 6 миль жүру керек екенін байқайды. Өте аз қалды. Түн ортасында денелердің бірі зомбиге айналады. Ал Ава шуылдан оянады. Ол шабуылға дайын балтамен далаға шығады. Бірақ зомби отбасын жерлеу үшін шұңғыр қазып жатқанын көреді. Ол Аваға қараған кезде адамға ұқсайды. Сондықтан ол оған көмектесуді шешеді. Бүкіл отбасы жерленгеннен кейін Ава әмиянындағы зомбидің жеке куәлігін қарап, Митч туралы тағы да ойланып, оның жағдайы жақсы болуы мүмкін деген үмітке ие болады. Зомби өтініш белгісі ретінде шұңқырдың жанында отырады. Сондықтан Ава оны өлтіріп, оны отбасымен бірге жерлейді. Фотосуретті қабірге қалдырады. Ақырында Ава сәнді курортқа жетеді. Онда ол барлық қонақтар мен қызметкерлердің денелерін, сондай-ақ шұңқырда тұрып қалған зомбилерді, бақшаны табады. Ол әр бөлмені тінтіп, ақыры кереуеттің жанындағы еденде өлі жатқан Митчті тапқанша, Ава оның қолынан ақырын ұстап, оның неке сақинасы жоқ екенін байқайды. Ол басын көтергенде, тумбочкадағы 2 стақан шарапты, үстелдегі әйелдің жеке куәлігін және жуынатын бөлмедегі сақинаны байқайды. Бұл Митчтің оны алдағанын білдіреді. Жылап тұрған Ава Митчке айқайлап, ол үшін оянуын өтінбес бұрын әйелді әдемі деп атайды. Оны бөлмеге кірген Клей тоқтатады. Ерлі зайыптылар жағажайға барып, сусын ішеді. Ал Ава Митчке бала көтере алмаған кезде оның некесі бұзыла бастағанын айтады. Ол емдеуді бастағысы келді, бірақ Митч оған күтуін айтты. Ұрыс керіс үйреншікті жағдайға айналып, күйеуін танымай қалды. Ақырында ол қарым-қатынаста болды және бұл туралы Митчке Австралияға келгенге дейін мойындады. Ол мұнда жағдайды түзету үшін өзінен кем дегенде бір бөлігін таба аламын деп ойлады. Өз кезегінде Клей қызы мен әйелі онымен ешнәрсе істегісі келмейтінін айтты. Сондықтан ол өзінің риясыз екенін дәлелдеу үшін жобаға өз еркімен қатысты. Алайда ол бұл туралы әйеліне айтқан кезде ол оны тек балағаттады. Осыдан кейін олар өз проблемаларын ұмытып, курортта көңіл көтеруді шешті. Олар ішеді, темекі шегеді және бассейнде жүзеді. Олардың қасында зомби жүгіріп келе жатқанда Ава бөтелкені басынан бірнеше рет ұрып өлтіреді. Келесі күні таңертең Ава викингтерді жерлеу рәсімінің суретін көріп, бір ойға келеді. Ол Митчтің денесін алып, оны Клейдің көмегімен жағажайға апармас бұрын неке сақинасын шешіп алады. Ол Митчке асқынып кеткендіктен құсып жіберді. Денесін жаймаға орап, олар оны қайыққа тиеп, мұхитқа жібермес бұрын өртеп жіберді. Бұл жұп кейін көлікпен кетіп қалады. Олар көк құсқа жақындағанда, жолдың ортасында қанды көйлегі мен іші кішкентай Кетиді тауып алады. Ава босанғанын түсінген бойда Кети кетіп қалады. Осы кезде олар біреудің жылағанын естиді. Ал Ава үйдің қирандыларынан сәби іздеп жүгіреді. Клей оны күртешесімен жауып тастайды. Ал Ава оны тыныштандыру үшін оны тербетеді. Осындай бейнелерді көбірек көру үшін міндетті түрде жазылыңыз және хабарландыруларды қосыңыз. Қарағаныңызға рахмет.